Саламатсыздар ма? 3DS-IO бағдарламасы арқылы тетіктерді құрастыру анимациясының мысалын қарастырайық. Мұнда құрастырылатын тетіктер тақтайша, тығырық, бұрамдама және сомын. 3DS-IO бағдарламасын қосамыз. Бірінші шаршыны таңдап аламыз. Шаршыдан тақтайша пішінін жасап аламыз. Және оның ортасында тесік орналасу керек. Өткерме тесікті жасаймыз. Өткерме тесік жасау үшін ортасындағы цилиндрді қойып алып, одан кейін оны қайшымен қырқып алу операциясы арқылы қырқып алып және цилиндрді жоямыз. Міне бізде қазір тақтайша шықты. Келесі бізде тығырық формасын шығару керекпіз. Тығырыққа цилиндр геометриялық пішінін таңдап аламыз. Екінші цилиндрді шығарып алу арқылы оны кішірейтіп формасын өзгертеміз. Сөйтіп тығырықтың ортасына орналастырамыз. Жоғарыдан қарап, оны тура келгендігін тексеріп аламыз. Мұны цилиндрді кіргізу арқылы қайшымен қырқып, оны жойдық. Бізде тығырықтың ортасында өткерме тесік орындалды. Оны ерекшелендіріп, басқа түске айналдырып аламыз. Жасыл түске айналдырып алдық және тақтайша мен тығырықты екеуін қостық. Келесі фигура бізде бұрандама. Бұрандаманы жасау үшін бірінші 6 бұрышты призманы қара түске ерекшелендіріп, оны бұрандаманың формасына келтіреміз. Бұранданың жоғарғы беті шықты, енді төменгі бөлігін жасап аламыз. Ол үшін біз цилиндрді алып, оның пішінін кішірейтеміз. Дұрыс орындалғандығын тексеріп тұрамыз. Жылжыту батырмалары арқылы екі бұйымды бір-біріне біріктіреміз. Міне екеуі бірікті. Енді тақтайшаға тығырық бекітілген, ал тығырықтың үстіне бұрандаманы бекіттік. 3 тетікті біріктірдік. Енді келесі тетік сомынды жасауымыз қажет. Сомынды жасау үшін біз 6 бұрышты призманы таңдап аламыз. Оны сұр түске айналдырамыз. Қажетті формаға келтіреміз. 6 бұрышты призманы кішіреттік. Енді сомынның ортасында тесік болу керек. Ол үшін біз цилиндрді таңдап аламыз. Цилиндрдің формасы үлкен болғандықтан біз оны кішірейту батырмасы арқылы кішіретеміз. Цилиндр бізге сәйкес келді. Енді оны жылжыту батырмасы арқылы сомынның ортасына кіргіземіз.
өзімізге ыңғайландырып қарап аламыз. Дұрыс болды. Қайшымен қырқып, ортасындағы цилиндрді жоямыз. Сомын шықты. Енді сомынды алдыңғы құрастырылған 3 тетікке қосамыз. Сонымен бізде тетіктерді құрастыру анимациялық мысалын құрастырдық. Бізде тақтайша, тығырық, бұрандама және сомын құрастырылып біріктірілді. Бізге қажетті анимациялық құрастыру орындалды.